сауалдарыңызды қойып, барлық көкейлеріңізде не сауал бар? Қазақ интернеттің дамуына қатысты, сайт жасау, сайттардың дамуына қатысты деген мәселелердің бәрін қоя берсеңіздер болады. Соны содан кейін материалдарыңызда пайдаланасыздар, түсінікті ғой, Болат Дәукенов деген ағамыз, бұл кісі интернет.kz деген сайттың иесі. Бір жинағы солардың Қазақстан туралы, Қазақстанда өмір сүретін адамдар туралы, қоғамдағы өзгерістер туралы айтатын сайттардың бір жиналған жері. Ресми жағынан Қазақстан Қазнет деген не екенін алып қарасақ, ол KZ домендегі сайттардың несі деп айтуға болады. Сондықтан енді ол Қазнет, Қазақстандық интернет деп бөліп қарағанда бізде енді қазақша тілді сайттар жаңа дамып жатқаны аз болып тұр. Бірақ дегенмен ол болашақта уақыт өте келе ол барлығы өзгереді. Сосын ол қазақша сайттардың аз болуы ол бір қолдау болмауына немесе бір басқа жағдайларға байланысты емес, ол қоғамдағы өмірімізге байланысты. Мысалы қоғамдық өмірде қазақша газет журналдар, телевидениеде хабарлар мен орыс тілді хабарлар, газет журналдардың қарым-қатынасы қандай, интернетте ол дәл сол көрініс болып тұрады. Қазақ орысша газеттерді оқитын адамдар көп қой. Көп адамдар орысша хабарларды көреді. Интернетте де дәл сол. Орысша сайттар көп, орысша мақалаларда адамдар көп. Орысша жазғандарға көп сенеді. Бірақ ол қазақ тілі дамыған сайын қазақ тілдіге де сенім артып, қазақ тілді бөлігі дамитын болады. Бірақ сұраныс өсіп келе жатыр ма? Енді ол сұраныстың өсуі ол өзімізге байланысты. Біздің елімізде мемлекеттік тіл қазақ тілі бар. Біз барлығымыз мысалы мемлекеттік тіл қазақ тілі болғанмен ағылшынша сөйлеп жүретін болсақ, қазақша қанша жазғанмен пайдасы болмайды. Немесе қазақ тілінде жазылған мақаланы қазақша білетін өзіміз оқымасақ, өзіміз оған пікір жазбасақ, оны басқа елдің адамдарына ол тіпті керек емес. Мысалы біз отырып айтпаймыз ғой, Зимбабве елінің жаңағыдай тіліндегі сайт ашып оқиыншы, осындағы пікір жазайыншы демейміз. Түсінбейміз де ондай бір не талқыланып жатқанын да білмейміз. Сондықтан ол өзіміздің белсенділігімізге байланысты. Әркім өзі блогын жүргізіп, өзінің өмірі туралы жазып, сол арқылы естесе, ол дамиды. Сайт жасаумен қанша сайт жасаумен айналысқанда бізде жеке фирма, олар фирмада есепшісі, өзінің басқа да қажетті адамдар болады да, негізінен бір екі программист жігіт бар, қазір бітірген, солар бұл кәсіби түрде айналысады. Содан кейін тағы сол екі жігіт бір жағынан тағы бір екі жігіт бар, олар сайттардың бақылауымен айналысады. Яғни тұрақты түрде жұмыс істеп тұруын күнделікті тексереді. Сосын тексергенде ол интернеттің бір жақсы жері, мысалға сайттың жұмыс істеп тұрған тексеру деген ол 90 сайт біздің құрамымызда бар. 90 сайттың бәрін күнде ашып, істеп тұрма, істеп тұрған жоқ па деп қарап отырмаймыз. Ол енді мысалы қазір ашып қарады, істеп тұр. Бір сағаттан кейін ашып қарады, істемей қалды. 90 сайтпен бүкіл өмірім сонымен өтіп кетеді. Бірақ интернеттің өзінің жаңағыдай арнайы сервистері бар. Содан арнайы почтаға хат келіп тұрады. Істемеген сайтқа, істеген сайтқа, мұндай сайт, мұндай күн істелінді деп. Соның жаңағыдай өзінің жұмыстың ретімен жасалып отыр. істемей қалсам не істейсіз? істемей қалудың түрлі себептері бар ғой. Соған байланысты ол жолдары шешіледі. Тіпті телевизордың өзінде де қарап отырсаң кейде қызықты нәрсе көрсетіп жүреді ғой, техникалық ақаулар. Енді сұрақ қойсам ма? Жалпы сіз енді өзіңіз программистсіз ғой, иә? Енді мамаңызға байланысты емес, жалпы мүмкін өзіңізде блогыңыз бар шығар, иә? Енді өзіңіз айтасыз, біз белсенді десек, қазақ адамдар белсенді қазақша жазбаса, ол танымайды дедіңіз. Осыған байланысты сіз өзіңіз бүгінгі қоғамда қаншалықты белсендісіз? Кез келген тақырыпта мысалы, ой қосып блогтарыңызда болсын. Енді өзім белсенділігім, негізі интернеттегі адамның белсенділігі көбінесе интернет адамдар жасырын атпен шығып, жасырын блогермен шығып, өзін көрсетпеуге тырысады. Сол арқылы жасырын комментарийлер жазып, өзінің кім екенін білдірмейді. Сондайдан айырылған кезде, мен қазір өзімнің атыммен Ізгілік Нағиев деп шығып, өзімнің Фейсбукта немесе WordPress'те барлық неде информациялар бар. Мысалы Ізгілік WordPress.com деген жерде бар. Сол жерге өзім
интернетті қарап отырып өзіме ұнаған бір сөз болсын немесе бір тақырып болсын Өз атыңыздан өз атымыздан шығып жазып қоямын. Маған да жазатын адам жазады. Келесі сұрақты қонағымызға қойсақ. Иә. Сіз енді қарапайым халық көрермен немесе тұтынушы ретінде қаншалықты интернетті қолданасыз? Көңіліңіз тола ма? Әрине көңілім толады. Енді ол интернетті бұрын менен көп пайдаланбаған, әркім өз үшін әртүрлі салада пайдаланады. Мысалы мен тиімді жағынан жарнама беруге жеке сайт ашып, солай пайдаланамын. Бұл өте тиімді. Басқа мысалы баяғыда интернет жоқ кездің өзінде басқалай газет арқылы жарнама беріп істейді. Әлі де бар газет арқылы. Ал интернетпен жарнама беріп кішкене тиімдірек болады. Біз жаспыз қазір, иә. Бізге қазір бойда қуат бар, жұмыс істейтін не қыламыз. Біздің қазір мақсатымыз әрине өмірде өзіміздің орын тауып, жағдайды түзеп, кішкене ақша молайтсақ деген ой. Осы интернет, газет, осы қаншалықты өзін ақтайды. Осы салада жүрген адамдар өзі жағдай жақсы ғой, қаншалықты өзін шамал, финанс жағынан болсын, әлеуметтік жағынан болсын, өзін қамсыздандыра алады. Өзінің қалай іс тәжірибеге бүгінгі көптеген жиналыстарды болған, сонда көптеген ел ағаларының аузынан мен естеймін, солардың ойын қорытып арсам, мысалы бірақ қана жол бар. Жаңағы қазақ тілі өз елімізде үстемдік алу керек. Сонда біздің жаңағы балабақшадағы тәрбиеде, мектептегі тәрбиеде, қаржыландыру саласы, бүкіл бизнестегі жаңағы қазақ тілді азаматтардың әл-ауқаты сонда ғана өседі. Үйде де, түзде де, жұмыста да қазақ тілі үстемдік алған кезде қазақ ақпаратының беделі шарықтайды. Себебі қазір біз көлеңкеде жүрміз ғой. Мысалы, газетті ашып барып, резюменің бәрі орыс тілінде. Жұмыс керек деп орысша жазамыз. Сен қазақша жаз, алмаса сотқа бер. Біз мына конституция берілген талаптарды орындай алмаймыз, сондықтан қазақтың мүддесі тапталып қалады. Жұмысқа кірдің бе, қазақша жаз бәрі. Барған жеріне қазақша жаз. Қазір не? 2,5 миллион бала мектепте оқиды, биылғы жылдың санағында. Соның 72% қазақ класстарында оқиды. 15% қазақтар, 2,5 миллион, 15% орыс мектебінде оқиды, көрдің бе? Сонда қазір әнеуінгі жиналса сонда бір сөз көтерді. Оның бірақ жолы біздің жаңағы шенеуніктер, министрлер, депутаттар енді сайланады ғой. Солардың партияларына қазақ тілін білмейтін партияға, қазақ тілінде жұмыс істемейтін партия, қазақ тілінде істемейтін министрлер, баласын, немересін қазақ балабақшасына бермейтін министрлер болмау керек, депутаттар. Сонда ғана біздің бүкіл жағдайымыз түзеледі. Себебі ол түпкілікті, себебі кез келген қазіргі бір министр жаңа баласын қазақ балабақшасына бере ме? Онда қазақ балабақшасының жағдайы қашан түзеледі? Себебі егер баласын, немересі қазақ балабақшасына барса, бүкіл қазақ балабақшаларының материалдық базасы жақсарады. Себебі оқу құралдары жақсарады. Себебі баласы бар ғой, күнде немересімен бірге оқиды, не оқып жатсың деп. Қазір бір министр жаңа қазақ балабақшасының жағдайын білмейді, мектебінің жағдайын білмейді, қандай оқулықпен оқып жатқанын білмейді. Себебі балалар не ағылшынша, не орысша оқиды. Сондықтан біздің елімізде қазақ тілі үстемдік құрғанда ғана қазақтың жағдайы түзеледі. Ақпараты да сонда түзеледі. Сол менің басқа. Рахмет.